Алланың атымен сөзімді бастаймын. Жаратушы Аллама мыңда бір шүкіршілік етеміз. Осы бүгінгі таңда біздің жаратушы Алланың барлығымызға жақсылыққа бой беру, жол беруді бізге белгілі. Қазіргі кезде жаратушы Алла президентке ризашылығымызды білдіреміз. Яғни Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдіреміз, рахметімізді айтамыз. Және де осындай керемет табысты форумды ұйымдастырушыларына да рахметімізді, осындай жоғары деңгейде ұйымдастырғанына ризашылығымызды білдіреміз. Бізге өте қазір кезде күрделі болып тұр. Мысалға, осы уақытқа дейінгі айтылған сөздерге бір нәрсені бір қосуға немесе алып тастауға біздің дәтіміз бармайтын сияқты. Себебі бұл форумның, бүкіл форумға қатысушылардың барлығы декларацияны қабылдады. Ол біздің қорытынды құжат. Бірнеше минут қана ол құжат оқылды. Бәріміз оны тыңдадық. Қазіргі кезде барлық проблемалардың барлығын тыңдадық. Қазіргі кезде халықаралық қауымдастықтардың зардап шегіп отырған проблемалары. Яғни нәтижесінде осы өркениетті әлемнің сөзсіз қалуы, үнсіз қалуы, яғни кедейлерге, бақытсыздарға қатысты үнсіз қалуы, үйсіз, жайсыздарға үнсіз қалуы, сондай-ақ біздің қазіргі кезде тирандардың, деспоттардың және де осындай мәселелердің күш көрсетіп отырғандарынан зардап шегіп отырғандар туралы да айтқымыз келеді. Қазіргі кезде ол көкке бару қасіретінде өткеріп отыр бастарынан. Тиранға қатысты айтатын болса, егер де ол оның алдында тұратын болса, ол өзінің жасаған әрекеттеріне міндетті түрде жауап беруі тиіс. Осы съезді қорытындылай келе, тағы да мынау сөзімді қайталап өткім келеді. Кімде-кім мақсатқа олардың танушылары, олардың дінді жалғастырушылары, барлықтары бірікпейінше, барлықтары бір ауыздан іс-әрекетке көшпейінше, және де осындай қастандық, қастерліктен құтылмайынша, біз бәріміз бейбіт өмірге келуіміз ықтимал болуы мүмкін. Біріншіден, осындай діни, әртүрлі діндердің діни бағыттарын, оны қақтығыстарға, яғни діндер арасындағы дінге сенушілердің арасындағы қақтығысқа жібергеннен гөрі оларды бейбіт өмірге шақыру. Екіншіден, жоғары әрбір діндердің арасынан жақсы қарым-қатынастар қалыптасқан сондай ортаны бір ортаға жинау және әртүрлі жолдармен, әртүрлі тілдерде болғанмен бір ортақ іске бәрін жұмылдыру. Үшіншіден, осы жалпы ұғымдарды тарату барысында ол тек қана ақылға ғана келу керек, ақылмен шешім қабылдау керек. Бұл жерде дінге, яғни дінге қатысы жоқ адамдарды қатыстырмай бір ауыздан шешім қабылдауға тырысу керек. Бұл исламның бағыты. Яғни барлық Құдайдың өзі бағыт берген діндер, бұл дінге сенушілер мен сенбеушілердің арасындағы қарым-қатынасты да айтуға болады. Олардың әрқайсының осы діндерге арналған форумдарда өздерінің мақсаттары қойылған жағдайда барлығы бір шешімге келе алады. Ол жерде ол негізгі бағыттарын көрсете алады сол кезде. Мен өзімнің тәжірибемнің арқасында және де осы бүкіл адамзаттың
жасап жатқаны. Біз бүгін барлығымыз осы бастаманы қолдаймыз. Тілімізге, дінімізге, нәсілімізге қарамастан, осы Папа Францисконың да айтқаны, діннің сөзімен айтқан кезінде, әрбір тарихпен де бөлісіп жатырмыз. Өзіміздің отанымызға да қарамастан, солардың бәріне қарамастан, және де екі жақтан біз радикалды қақтығыстарға тосқауыл қоюға тырыстық. Сонымен қоса, бұл жерде шейх Алиасқар мен бірге осы католик шіркеуінің өкілдерімен бірге кездесуді болдырмауға да тырысқандар бар. Әрқайсымыз мынандай сезімге келдік. Яғни, бұл сезім көптен ұзақ жылдар бойына келе жатқан мәселе. Бізді жалпы достығымыз біріктірді, бір-бірімізге деген сенім біріктірді. Алланың өзі осыған бізге бағыт берді. Яғни, бауырластық адамзаттың кодексі ретінде. Қазіргі кезде ол адамзаттың бірінші кодексі болып табылады. Яғни, христиандар мен мұсылмандар арасындағы, дінге сенушілердің арасындағы, және де сол тұжырымдаманы Алиасқар барлық жерде уағыздап жүреді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен осы адамзат әртүрлі кезеңдерде жаратушы Алланың осы көктен келген сілтемелерге жол беретініне және дұрыс бағытқа баратынына мен сенемін. Бүкіл адамзат және де қазіргі кездегі заманы аурулардың өздерінде шындыққа тура көзбен қарауға және де осы технологиялық өсудің құралдарына қарамастан, оған мен өте сенімдімін, және де осы рухани және адамгершілік бағытта діндер өзінің үлкен рөлін атқаратынына біз сенімдіміз. Алланың атымен барлықтарыңызға рахметімді жолдаймын.